ресурстық орталығының заңгері Төлешев Қанат Амантайұлы. Мен Құдайберген Бекет Арзабайұлы, Айшуақ ауылынан Жылтыр ауылына Мұқағали Мақатаев атамыздың 95 жылдығына қарай ұйымдастырылған көркем сөз оқу кешіне келіп тұрмыз. Осы күні сахнада қатысушылар өзіміздің өлеңдерімізді оқып болды. Қазір енді Әділқадыр ағасы өзінің ақылдасу кеңес бөлмесіне кіріп кетті. Енді Мұқағали атамыздың жыл сайын туған күніне орайластырып ұйымдастырылатын осындай шаралар жер-жерде, түкпір-түкпірде, мектеп-мектепте, өңірлерде керемет кештермен әдемі үйлесімін тауып жатады. Дәл сондай кеш қазір біз де басымыздан кешіріп жатырмыз. Көреміз, кіл жүйріктен кім жүйрік дегенді деген сияқты анықтайтын сәтте жақындап қалды. Барша поэзияға қызығатын қазақ жастарын Мұқағали атамыздың өлеңдерін жиі оқуға, насихаттауға кеңес беремін. Барлығына сәттілік. Бүгінгі Шалқар аудандық округінің ұйымдастырып жатқан өлеңмен сырласу атты Мұқағалидың кеші өте қызық болды. Және де барша өнерпаздар бірінен соң бірі мен атайын сен тұр деген жігіттер. Барлық ұйымдастырушыларға рахмет. Мен осы Кішіқұм ауылдық округі Тілес Балқамыс Әбілтайұлы.